Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Маңғыстау облысы Ақтау қаласы нөмірі 3 жалпы білім беру орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Мадигулова Фирузамын. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын табиғат қандай тамаша атты ойын ойнайықшы. Ойынымыз сұрақ жауап арқылы жүргізіледі. Мен сендерге сұрақ қоямын, сендер маған жауап бересіңдер. Балалар, аспанмен таласқан не? Тау. Балалар, айнадай жарқырап аққан не? Өзен. Балалар, жапырағы жайқалған не? Ағаш. Балалар, қош иісті алуан түрлі не? Гүл. Балалар, көк майса болып өскен нелер? Шөптер. Балалар, жылу беріп жарқыраған не? Күн. Балалар, төбеміздегі көгілдір ашық не? Аспан. Сендердің берген жауаптарыңнан табиғаттың әдемі суреті шықты. Қараңдаршы, табиғат қандай керемет. Балалар, олай болса, мына әнді бәріміз мұқият тыңдайықшы. Алып туға байқалда, алаураған алатау, қызыл жасал гүлдері, алаулаған алатау, алаураған алатау, алаулаған алатау. Балалар, мұқият тыңдадық па? Ән не туралы? Дұрыс айтасыңдар. Табиғаттың бір бөлшегі тау туралы айтылған. Олай болса, біздің бүгінгі сабағымыз Жамбыл Жабаевтың Алатау өлеңімен танысамыз. Сабағымыздың мақсаты мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау. Балалар, ендеше Жамбыл Жабаевтың өмірімен танысамыз. Жамбыл Жабаев 1846-1945 жылдар аралығында өмір сүрген. Қазіргі Жамбыл облысында туған. Халық ақыны, жыр алыбы. Балама қат, Ленинградтық өренім, тағы да басқа өлеңдері бар. Балалар, ендеше өлеңді мұқият тыңдаймыз. Алатау. Жамбыл Жабаев. Тізілген таулары бар жетісудың, ішінде орман, тоғай біткен нудың, дариядай тулап аққан сол таулардан көресің тамашасын аққан судың. Есепсіз тау суреті көз жетпейтін, жырлауға қазынасы көп тіл жетпейтін. Өрік, алма, алмұрт жейде жемістер көп, бір татсаң аузыңнан дәм кетпейтін. Қарлы тау, басы биік мұнар кетпес, сырласып бұлттарменен болған көптес, түрлаңдар мекен етіп, өніп өсіп, жүреді бір-бірімен боп тілектес. Арыстан, аю қасқыр, түлкі борсық, сілеусін жолбарыстар түнде жортып, тулаған аққан бұлақ тасқынында асаудай ойнақ салар балық жоршып. Балалар, өлеңді бәріміз мұқият тыңдадық. Енді біз қазір тапсырма орындаймыз. Сәйкестендіру тапсырмасы. Сендерге сурет берілген және дыбыстар берілген. Сендер осы суретті өлеңнің шумақтарымен сәйкестендіруіңіз керек. Олай болса, балалар, қазір мына дыбыстарды мұқият тыңдаймыз. Балалар, мұқият тыңдадық. Ендеше ойланамыз.
Жақсы, олай болса, тексеріп көреміз. Ең бірінші сурет өлеңнің қай шумағына сәйкес келеді екен? Өлеңнің екінші шумағына сәйкес келеді екен. Естіген бірінші дыбысымыз өлеңнің қай шумағына сәйкес келеді екен? Өлеңнің бірінші шумағына сәйкес келеді екен. Екінші дыбысымыз қай шумаққа сәйкес келеді екен? Өлеңнің төртінші шумағына сәйкес келеді екен. Ал үшінші дыбысымыз өлеңнің қай шумағына сәйкес келеді екен? Төртінші шумағына сәйкес келеді екен бұл дыбыста. Ал балалар, екінші суретімізді қарайықшы. Өлеңнің қай шумағына сәйкес келеді? Үшінші шумағына сәйкес келеді екен. Ал үшінші суретіміз өлеңнің қай шумағына сәйкес келеді? Төртінші шумағына сәйкес келеді екен. Рахмет балалар, өте жақсы. Сабағымызды қорыту мақсатында мен сендерге сұрақ қойғым келіп отыр. Қазақстанда біздің елімізде қандай тауларды білесіңдер? Есімізге түсірейікші. Алатау, өте дұрыс. Алатау біздің еліміздегі ең ірі таудың бірі. Тағы да есімізге түсіреміз балалар. Алтай тауы. Алтай тауы еліміздің шығыс аймағында орналасқан екен. Тарбағатай тауы. Бұл тау еліміздің солтүстік шығысында орналасқан екен. Ал балалар, тағы қандай тауларды білеміз? Дұрыс, Мұғалжар тауы. Мұғалжар тауы еліміздің батыс аймағында орналасқан. Оқжетпес тауы. Оқжетпес тауы еліміздің солтүстігінде орналасқан. Өте жақсы балалар. Балалар ендеше өзіміздің Маңғыстау өлкемізде қандай таулар бар екен? Есімізге түсірейікші балалар. Шерқала тауы. Дұрыс айтасыңдар балалар. Шерқала тауы Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе ауылынан 15-20 километр қашықтықта орналасқан Маңғыстау облысының табиғи символы. Бір жағынан қарағанда арыстанның басына ұқсайды, бір жағынан қарағанда қазақтың киіз үйіне ұқсайды. Өте жақсы балалар. Отпан тау. Отпан тау Маңғыстаудағы киелі таулардың бірі. Отпан тауда Адай ата ұрпақтары бір жылда бір рет бас қосып кездеседі. Рахмет балалар, тау туралы барлығымызда жақсы біледі екенбіз. Мен сендерге риза болдым. Балалар, сендерге үйге тапсырма. Алатау өлеңінің 1-2 шумағын жаттау және тамаша табиғат тақырыбына эссе жазу. Осы үй жұмысын орындайсыңыз, өздеріңіздің сынып жетекшіңізге WhatsApp жүйесі арқылы немесе электронды почта арқылы жібересіңіздер, сынып жетекшіңіз сіздермен кері байланыс жасайды. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.